Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Қалайсыз? Жақсы. Бүгін сізді мен өз сұхбатқа шақырдым. Осы сұхбаттың тақырыбы ол қоғамдағы әділдік және қалай біз оны дамыта аламыз. Сол бастан келеді. Қазіргі заманда көптеген адамдар өз пайдасы үшін өзгелерге ойламай жаман істер жасайды. Бұл біздің қоғамға үлкен әділетсіздігін әкеледі. Сіз қалай ойлайсыз? Осыны қалай шешуге болады? Қалай адамдар тек өз үшін ойламай, қоғам үшін, бәрі үшін, жақсы үшін еңбектесін деп қалай оны шешуге болады? Так, жалпы 9-шы сыныпта бұндай тақырыпты қозғау негізі жақсы нәрсе. Кез келген адам ойлайды деп ойламаймын бұны. Так, енді адамдар өз пайдасын ойламас үшін деп соңында, өз пайдасын ойламай, қоғам пайдасын ойлайтындай болу үшін не істеу қажет? Біріншіден дейтін, енді қазіргі жағдайда көбіне материалдық база деп ойлаймын. Егер адамның материалдық жағдайы жақсы болатын болса, көп жағдайда бұндай мысалы өз пайдасын ойлауды біріншіден ол материалдық жағдайға байланысты әкелуі мүмкін. Жағдайда өз басын ойлаудың бірден бір жағдайы. Екінші жағдай ол әрине тәрбие, яғни ата-анасының алған тәрбиесі, соның мектепте алған тәрбие. Енді бұл жағдайдың алдын алу үшін сіздерге өздеріңізге біріншіден дейтін, қазір мысалы мектепте жұмыс жасап жүрсе, мысалы менде мысалға бір проектілер жинайсыз, тағы басқа сабақта сондай бір жобалар жасайсыз. Сол кезде мысалы сен байет жинап жатсың, еңбек жасап жатқан біреу келіп өз пайдасын ойлап сені бұзып тастайтын болса, сенің қаншама еңбегің далаға кетеді. Енді сен тап солай біреудің жұмысын бүлдіретін кезде өз пайдаңды ойлап біреуден бірдеңе жобасынан немесе бір қажетті бір нәрсені алып кететін кезде соны сезіну керек деп ойлаймын. Өзіңе қандай болар еді егер сенің жұмысың солай болатын болса. Егер сондай адам өз ішінен бір кішкене азғантай уақытқа тоқтап ойлай алатын болса, салыстырып отырса, сол кезде бұның 100% болмаса, мысалға 50-60% алдын алуға болады деп ойлаймын. Сіз ойлайсыз, адамдар эмпатияны проявлять керек, дамыту керек. Иә, эмпатия. Жалғыз яғни IQ емес, EQ, яғни эмпатия жаңада өте маңызды деп Енді сізде ағай, өміріңізде болған бір история бар ма, жағдай, сіз жақсы іс істедік, басқа адамдар өз үшін ойламай, басқа достарына ойлап, немесе басқа адамдарға ойлап, және бұл соңында бәріне жақсы болды. Мен жұмыс жасаған ауылда ауылдың жігіттері береке деген қайырымдылық қоры құрған болатын. Яғни оның мақсаты аз қамтылған отбасыларды қамтамасыз ету. Кәдімгі ауылдың белсенді жігіттері. Бірақ олар өздері жинайды, ешқандай мекеме көмектескен жоқ. Біздер дейтін ауылда мұғалім ретінде біздер жас мамандар ауызашар ұйымдастырдық. Сәйкесінше жастардан ақша жинап ұйымдастырған болатын. Соңында қалғанда 30-40 мыңдай ақша артық қалды. Сосын менде мынандай екі жағдай болды. Бірінші, қалған ақшаны бәріне тартып беремін. Ақша жинаған адамдарға артық қалды, ала қойыңыздар, яғни қалғаны. Немесе екіншісі, менде ойыма жаңағы берекет қайырымдылық қоры бастаған қорға хабарласып, оларға айтыңдар, жігіттер, мен осылай ақша жинадық, бізде осындай ақша қалды. Давайте біз сіздердің қорыңызға алғашқы мемлекеттік мекеме болып, біз демеуші жасайық, бізге отбасы тауып беріңіздер, біз бар азық-түлік бәрін апарайық. Сөйтіп біздер ол қорға алғашқы не болып алып бардық, алып бердік, яғни отбасыларға. 3-4 отбасыға азық-түлік алып бардық. Содан кейін ол қорға біздің, яғни мен жұмыс жасаған мектеп бастады. Бізден көріп, как челлендж ретінде басқа мектептерде уже жалғаса бастады. Оларға хабарласып, бізде алып берейік деп едік. Сөйтіп, қазір берекеттік қоры сол мен жұмыс жасаған ауылда әлі күнге дейін жұмыс жасап келеді. Әлі күнге дейін жалғыз адамдар емес, мемлекеттік мекемелерде, жеке компанияларда сөйтіп демеуші болып, солай ауылдағы адамдардың жағдайын жасап келеді. Бір бастамамыз, сондай бір бастама жасағанбыз. Енді соңынан әр адамға бір кеңес өміріне қалай өзін ұстау керек, не бірінші ойлау керек? Әрине, кеңес беру, ақыл айту жеңіл ғой, отырып ақыл айта беру ғой. Ең басты нәрсе, мысалы өзімнің менде ұстанымымда, сен қандай іс қылсаң да, ең бастысы артында бір із қалатындай болу керек. Яғни атын шықпаса жер өртейді деген емес, ол дейтін, яғни жақсы ат адамға, жақсы әке балаға 40 жыл асып кетті. Сол сияқты сенің жасаған ісің сенен кейінгі қалған ұрпаққа, сенен кейінгі мысалы сен танитындардың барлығына бір көмегі тигізеді, жақсы іс қалдыру үшін жұмыс жасау.
айтқанда әр істе бұның бір яғни маған пайдасынан бөлек айналамдағы адамдарға пайдасы бар ма деген сияқты оймен бастасақ, мен өзім солай бастаймын мысалы, да, солай болатын болса бір жақсы істер жеткізуге болады деп ойлаймын. Осы. Үлкен рахмет сізге. Жақсы, рахмет. Жақсы сұрақтар.